Егде адамдарға әлеуметтік қызмет көрсету өзекті проблемалардың бірі болып табылады. Адам қартайған кезде бұрынғы әлеуметтік рөлінен айырылып, рухани құлдырап, әлемге деген көзқарасы өзгере бастайды. Қаламызда Кредо қоғамдық бірлестігі 1999 жылдан бастап осындай зейнет жасындағы адамдарды әртүрлі аурудан алдын алу мен уақыттарын тиімді өткізу мақсатында жұмыс жасап келеді. Начинали мы работу с социального неблагополучия, то есть мы работали с ВИЧ-инфицированными, с наркозависимыми. Орталық ашылған кезде біз ең бірінші мүмкіндігі шектеулі жандармен, түрлі жұқпалы аурумен ауыратын және наркологиялық аурумен ауыратын адамдармен жұмыс жасаған болатынбыз. Ал соңғы жылдардан бері біз зейнет жасындағы адамдармен де жұмыс жасауды бастадық. Себебі статистикаға сүйенсек, қазір елімізде қарттар саны ұлғаюда. Зейнетке шыққаннан кейін олардың айналысатын жұмыстары азайып, бос уақыттары көбейеді. Ал біз осындай жандардың күйзеліске ұшырауынан алдын алу және уақыттарын тиімді пайдалану қадағалау мақсатында 2015 жылдан бастап зейнеткерлерге арналған бақша атты жобасын мемлекеттің қаржыландыруынсыз қолға алдық. Уақыт өте келе біздің орталығымызда елбасының қоры қаржыландырып, биылғы жылдан бері қаламыздың ішкі істер саясатының қолдауымен «Времен связующая нить» жобасы қолға алынды. Зейнеткерлермен қатар бұл орталықта әлеуметтік аз қамтылған отбасылардан шыққан жас жеткіншектер де келеді екен. Орталық басшысының айтуынша, балалар ата-аналардан көрмеген жылуды осы қариялардан алып, олармен бірге жұмыс жасап, түрлі қолөнерлерді үйренеді дейді. Я очень рада, что попала сюда. Здесь очень хорошо. Нас здесь приветствуют. Мен осы орталыққа келіп, бос уақытымды тиімді өткізіп жатқаныма өте қуаныштымын. Бұл жерде балалар бізді құрметтеп сыйлайды, және біз де оларға барынша қолымыздан келген өнерлерімізді үйретуге тырысамыз. Қазір біз балалармен бірге өз қолымыздан түрлі ойыншықтар жасаймыз. Қолөнермен қатар түрлі тағамдар мен тәттілер пісіреміз. Біз бүлдіршіндерге көмек қолымызды созып, білгенімізді үйрете алатынымызға қатты қуаныштымыз. Бірнеше күн бұрын балалар біз үшін концерттік бағдарламалар әзірлеп, өнерлерін көрсеткен болатын. Бұл жобаның барына қуаныштымын, және оның осы бағытта жалғаса бергенін қалаймын. Оңалту орталығының мүшелері қолдарынан шыққан бұйымдарымен таныстырып қана қоймай, қала күніне арнап өздерінің өлең шумақтарында оқып берді. Нами выстроен ты, Темиртау, город мой, мы гордимся тобой. Годы мчат чередой, улетают, мы стареем, а ты молодой. Для тебя эти годы начало, ты столетиями меряешь век. Нам тягаться с тобой не пристало. Век короткий живет человек, но зато мы трудом и умением открываем широкий простор городам, их заводам и звеньям, отдавая им жизнь и задор. Получили мы здесь первый слиток, здесь исполнились наши мечты. Есть на свете немало магниток, но для нас наилучшая ты. И куда бы мы ни уезжали, все к тебе возвратимся. Притом, как бы где бы нас не привечали, ты для нас как родительский дом. Наилучшие в жизни моменты были здесь, воплощение идей. Здесь с тобой росли президенты и немало великих людей. Мы желаем тебе, Темиртау, крепнуть, строиться и молодеть, ни одну гору выдать металла и на жизнь с оптимизмом смотреть. С днем рождения, город Темиртау! Қазіргі заманғы қоғамның әлеуметтік құрылымында әлеуметтік қолдауды және көмекті қажет ететіндердің бірі осы қарияларымыз. Қариясы бар ел, қазынасы бар ел деген қанатты сөз бар. Бәріміздің білетін және жиі айтатын бұл сөз халқымыздың қадірлі ұғымының бірі.